Абайлаңдар, тышқан. Менде қандай әдемі қуыршақ бар. Аз қалды. Брошты тағы бір айналдырамыз. Міне біттік. Енді сен ойыншықтарыңмен басқара аласың. Рахмет, әке, керемет. Тамаша, керемет. Ірімшік, сені тазалағанымды қалайсың ба? Томпақ, ірімшік қуыршақ емес, оған ұнауы екталай. Жоқ, рахмет, қажет емес. Ой. Сәлем, біз келдік. Майдаланған чедір. Жаңа ғана мейрамханадан келдік. Керемет отырыс болды. Сәлеметсіз бе, анашым? Сәлем, жаным. Сендерге мейрамханаға бірге баруды ұсынамыз. Бұл ғашықтарға арналған жер. Жарайды, бірақ уайымдама, жаным. Балаларды тамақтандырамыз. Стөл резервтелді. Олар сендерді күтуде. Шымяк сақ бол. Сені жайлайтып тұрғанымды білесің. Әрине, анашым, мен бөлмедегі заттарды жинайым. Мен бе сонда зат? Ал рахмет. Кеш жақсы өтсін. Кездескенше. Кел сүйейін. Атам менің керемет. Бір түрлі ес. Бұл тышқан сияқты. Жоға, мен бүгін тісімді тазалауды ұмытып кетіппін. Менен жағымсыз ес шықты ма? Тыныш. Сірә, өйткені тышқандар өте лас қой. Олар әртүрлі ауруларды тудырады. Жоқ, бірақ... Ең бастысын ұмыт кетпе, тышқандар өте дәм-дәм. Жарайды, мен барып бөлмені жинастырайын. Әжем сені көріп қоя жаздады. Егер сен ұсталып қалсаң, біттік деген сөз. Сонда не? Сонда мен қазір жұқпалымын ба? Жоға, сен не айтып тұрсың? Менің ойымша бұл осында сыртта үстелдер бар. Әдемі көрінеді. Анамның ес сезу қабілеті өте дамыған. Иә, менің әкем тышқан аулағанды жақсы көреді. Бәрін жинадым. Қараңыздаршы, әкем маған қандай пульт жасап берді. Онымен мен үйдегінің барлық заттарды басқара алам. Браво, тамаша. Ірімшік, ішің түсті ма? Одан да ойнайық. Рахмет, Томпақ, әрине. Қандай ойын ойнаймыз? Жарайды, керек болса. Бүгін менің жолым болмады. Жағымсыз ес шығып, ауру таратып, мені ойыншықпен теңейді. Сәл төменірек. Өмір жақсарып бара жатқан сияқты. Радиода жұмыс істеді. Осылай ма? Бұл не болды? Онда бір тышқан бар. Бұл жолы бұл сүр емес. Жоқ. Қатты қытығым келді. Томпақ, балақай тышқан қайда? Қандай тышқан? Қарап көрейік.
Уайымдама, бәрі жақсы болады. Мен ірімшіктің қауіпсіз жасырылғанына сенімдімін. Мұнда тышқандар жоқ. Мұнда да жоқ. Мен сенен оны тырналамауға өтіндім ғой. Ірімшік қайда? Жоқ, күте тұр, марғауым. Тіспасарсыз, жақында түскі асы ішеміз. Бірақ мен оны жемеймін. Тек бос қорапты лақтырып тастауым керек. Солай ма? Бөліскін келмейтінін мойнында. Ата, сіз тамақтанып қойғансыз, әжем де. Иә, Шмяк дұрыс айтады. Мейрамханада болдық қой. Тоқта. Атам екеуміз азғырылмау үшін қорапты алып қоям деп ойлайым. Дұрыс, Шмяк, сен жауапты баласың. Менің кешкі ас әзірлейтін уақытым келді. Жарайды, солай болсын. Әжемнің назарын аудар. Мен оны жасырам. Бізде бұл жерде не бар? Майшабақ, тунецпен. Жарайды. Тағаш шаяндар. Сенің қарның ашты ма? Сондай-ақ треска, анчоус майы мен лайсойс пастасын ал. Хоу. Ірімшік, сен қатты шайқалған жоқсың ба? Жоқ, ойымша, бәрі жақсы. Шмяк, қайдасың? Кулебяка балық сорпасы, балық бәліші не қалар едің? Тышқан. Қорқпаңдар балалар қазір. Жоқ, әже, бұл тышқан емес. Бұл жұмсақ ойыншық. Томпақ ол сенікі ме? Иә, менің жұмсақ ойыншық тышқаным. Көрдіңіз бе, бассаңыз тіпті даусын шығарады. Қане берші көрейін. Иә, тірі сияқты. Бірақ сасық екен. Жарайды, үстелге бар. Қолдарыңды жууды ұмытпаңдар, балалар. Жүгір. Мен бүкіл еден іздедім, бірақ тышқан таппадым. Ол қашып кеткен сияқты. Жоқ, міне ол. Ол Томпақтың жұмсақ ойыншығы. Ол нағыз тышқанға ұқсайды екен. Баса дауыс шығарады. Сенің ойыншығың жөнді жұмыс істемейді. Бұнда не қау бар екенін тексеруіміз керек. Батареялары біткен шығар. Бірақ ол мұны қалай жасады? Бірақ... Бұл менмін, ата. Иә, міне әкем пульттен де жұмыс істейтін жұмсақ ойыншық жасады. Солай ма? Мен ештен айта алмайым, әкелерің данышпан екен. Мынау қандай лас ойыншық? Мен оны кір жуғыш машинаға салайын. Жоқ, мүмкін емес, болмайды. Су электрониканы зақымдайды. Иә, дәл айттың. Бірақ оны қалай тазалауға болады? Томпақ, ойыншықты щеткамен тазалашы. Тездет. Жарайсың, Шмяк. Қара, ішінен жүргізбе. Электрониканың бәрі сондай. Бұл біз. Жақсы бар, қайттыңдар ма? Иә, бәрі тамаша. Ал сіздерде бәрі қалай болды? Бізде де солай. Шмяк сен қалағандай барлық заттарды жинады. Шмяк пен Плюша жоғарғы қабатта тышқанмен ойнап жатыр. Томпақ ойыншығына өте қызық атау берген екен.
Жарайсың, ырымшы, комедияны жақсы ойнадың. Атам мен әжем тіпті сескенбетте. Ал мен сенің ішіңді басқаныма өкінем. Сенің кезегің? Жоқ, мен ойыншық емеспін ғой. Төмен, оңға, солға. Елестер бар үй. Ірімшік! Не? Мені неге ояттың? Мен Грюердің керемет бөлігі туралы армандадым. Көшеде бір түрлі нәрсе болып жатыр. Үйде бірдеңе бар. Мен қорқам. Жақында сендер мектепке барасыңдар, балалар. Мүмкін алдымен үйге баруымыз керек шығар. Бару керек пе? Есі құлыптаулы. Онда елес бар деп ойлайсың ба? Шмяк, тезірек барайық, кешігіп қалдық. Иә. Ірімшік, саған мектепке бару не үшін керек? Маған мектепке барған найт. Оның үстіне мен елеспен жалғыз қалғым келмейді. Уайымдама, біз оны қуып жібереміз. Фантом, сен де айтады екенсің. Иә, үйде елестер бар. Соны дәлелдейміз. Тақтаға кім келгісі келеді? Шмяк? Елес! Мен мяу қалалық елесемін. Шип, айтарың болса, тақтаға шығып айта ғой. Мен елестерге мүлде сенбеймін, ұқтыңдар ма? Елесті үйден қуып шығарудың жоспарын жасау керек. Мен білем. Ракфордың исімен. Оны шыққандардан басқа ешкімде ұнатпайды. Мүмкін ол дәруақтарда жеркенішті шығар. Иә, дәл таптың. Мен тіпті бізге елестерге арналған ракфор мен иіссуды кім жасайтын білем. Елестерді аулау? Керемет! Керемет! Бірақ алдымен бізге ракфор сығындысы қажет. Түк қиындығы жоқ. Менде жаңа химиялық жинақ бар. Және елес ұрлауына қажет құралдар. Ой! Ал енді бізге буландырғыш керек. Қандай керемет иіс. Жасырын ірімшік. Мұндай қондырғымен елесті қалай аулауға болатын елестете алмайым. Осы болады. Елес, сәл күте тұр. Балалар, сендерге көңілді сияқты ғой. Иә, қош ханым. Екеуің керемет команда екенсіңдер. Үшеуінде. Бұл жерде тағы біреу бар екені анық. Оның үстіне Ракфордың күшті иісімен. Рахмет, Кити. Бос,
Скафандрдың бұрынғы иесі ірімшіктің үлкен шанкері болған көрінеді. Жарайды, мен кетейін. Рахмет, Кош ханым. Ұмытып кетпесем болғаны. Марғауам, сен елестерге сенесің бе? Ондай елес бар. Шип, мен мұны ойдан шығарған жоқпын. Бүгін кешке біз оны Киттимен және... менімен бірге іздейміз. Ал елес сен аңдып жүрмен? Жоқ, мен оған бәлем көрсетем. Қане, кел, мен қарап көрейін. Мен де... Біздің жоспарымыз мынау. Үйдің тесігінен кіріп, есікті іштен ашып... Жоқ, мен ол жерге жалғыз бармайым. Жарайды, ендеше Киттиден бастайық. Ол шатырға шығып, Рокфор сүйықтығын мұржа арқылы шашат. Ал елес Рокфор иісін жұтат. Иә, осы уақытта мен әйнекті кесіп, шаң сорғыштың шлангысын тесікке салып, елесті сорып аласың ба? Иә, ал сен ішке кіріп, есікті іштен ашасың. Бітті. Менің де елес аулағым келеді. Жоқ, томпақ, бұл марғаулар үшін емес, өз орныңа барғаның жөн. Мен әкеме бәрін айтам. Қажет емес. Қажет. Әке, мұнда шмяк. Тыныш. Қане балалар, жатыңдар. 5 минуттан кейін бәрің ұйықтап жататын болыңдар. Әке, тағы 10 минут. 5 минут. Одан артық емес. Ой. Демек мысық әрқашан табанына қонбайды екен ғой. Керемет костюм. Ол жерге жеткенде оны бірден шашыратып жібер. Жарайды, біздің картон елестеріміз орнында. Енді олар пайда болу үшін гирляндияны жағу керек. Неге түймен сен басып тұрсың, ал мен емес? Гирляндия менікі, қызыл түйме менікі. Сонда мен не істеуім керек? Менің сигналым бойынша сен оны басыңның үстінде айналдырасың. Елес айғайнапсыз дыбыс естіледі. Түсіндің бе? Иә, түсіндім. Барлығы дайын ба? Менің қолымнан келмейді. Абайла, елестер! Не, мүмкін емес. Үйде елестер бар ма? Тышқан! Тоқаш ба? Тышқан қайда? Шиып. Әдемі түн. Ал мен осы жерден өтіп бара жатқам. Үйде елес бар. Біз саған не дедік? Болды, жеткілікті. Оған көресіні көрсетем. Шмяк! Ірімшік, тесіктен өтіп, есікті жауып тұрған орындықты итеріп жібер. Жоқ, ол жерде елестер толып жүр. Ештеңеден қорықпа, супер мысық, есіңе түсір. Кейти, Шип, бері келіңдер. Бұл шағаланың ясы. Бұл сасық иіс қайдан шығады өзі? Біз Рокфордың құрамын осында шашқанбыз.
Шағалалар үйден кеткенше басқа жер іздеуіміз керек. Кити, сенің ұйықтайтын уақытың болды. Қайдасың, ши балақай? Балалар, мен кеттім. Барлығы өте керемет болды. Иә? Шмяк, ал 5 минутын қайда? Үй қашан босайт, Рокфордың жаман иесінен қалай құтыламыз? Жаман ба? Ал маған ұнайт. Маған өте қатты ұнайт. Жоқ! Ірімшік! Алып термиттер. Ал балалар, кіріңдер. Тек шуламаңдар. Жаңа супер мысық келді деп үміттенем. Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіз бе, тырнақ мырза? Сәлеметсіз бе, тырнақ мырза? Қалайсыз, Томпақ ханым? О, бұл менің бақшамның күлі ғой. Бірақ бұл жерде оған жарық жетпейді, тырнақ мырза. Мен білмедім ғой, қазір оны жылжытып қоям. Егер ол құрғап қалса өкінішті болады. Мен оны бергенімде ол сондай әдем болған. Кітаптарды таңдаңдар марғауларым. Бірақ бұл қалай болуы мүмкін? Ғарыштық термиттерге қарсы супер мысық. Қараңдар, ол мүлдем тас. Жарайт, бірдеңе таптың ба? Бұл керемет екен. Отырайық. Ал біз қаламыз. Солай бірге оқи аламыз. Иә, дәл солай. Шмяк қайда? Жыр супер мысық. Мына термиттерге мысық тамағын бер. Олар жерге шабуыл жасады. Олар орманды жеп жатыр. Қолыма түссе, мұжып тастайым. Шмяк, ғарыштық термиттер бұл супер мысықта болғандар ма? Бұл белгісіз. Шмяк? Сен жалғызсың ба? Я, басқаларды қорқытпау үшін. Бұл өте қорқынышты оқиға. Үлкен термиттер, тыныштал олар жоқ. Достарыңа барғаның шын болады. Кездескенше. Томпақ ханым, бұл кітаптым қорқынышты екен, мен басқасын алғым келеді. Жарайт, ала ғой. Дәл осы жерде ешкім бау-бақша кітаптарына үңілмейді. Ірімшік, сен қайдасың? Не? Шмяк? Тырнақ мырзаға не болды? Мен білмеймін. Ол мені ірімшік деп ататта айғайлай бастады. Ол қорқынышты оқиғаны оқыған ғой, сондықтан. Қорқақ Шмяк. Байғұс Шмяк, бар ауа жұтып кел, есіңді жи. Шмяк! Ірімшік! Сәлем! Ірімшік, не деген сұмдық, тырнақ мырза алып, термит. Мұны қайдан алдың? Супер мысық тағыдан басында мұрты бар. Сонда неге ол қалада жүр? Орманда ағаштарды жей бермей ме? Бәлкім термиттердің әскерімен жерге басып кірмес бұрын бізге тыңшылық жасау үшін шығар. Томпақ ханымға ескерту керек. Ол бізге сенбейді. Алып термиттер жоқ дейді. Түсінесің бе? Біз оның басқа планетадан екенін барлығына дәлелдеуіміз керек. Бірақ мұны қалай жасауға болады? Мен ойлап таптым, иә? Термиттер ағашты жейді солай ма? Ал қағаздың ағаштан жасалатын білеміз.
Қағазды Тырнақ мырзаның сэндвичіне саламыз. Ол оны жейд, біз оны түсіріп, оның термит екеніне дәлел келтіреміз. Дәмді сэндвичке қағаз саламыз ба? Ал Тырнақ мырза термит болмаса, бұл бекер. Жарайт, бәрі түсінікті. 100%. Ол сэндвичті жеді. Оның термит екені анық қой. Жоқ, ол бутербродты қоқыс шашығына лақтырып жіберді. Бұл термит емес дегенді білдіреді. Әрі қарай дәлелдеп көрейік. Шмяк, Тырнақ мырза кәдімгі мысық. Және осымен болды. Супер мысықты оқуды аяқтайық шодан да. Қарашы, біз осында тоқтадық. Шмяк, мұнда келіңдер, жазбаны қараңдар. Тырнақ мырза ағаш жеп отыр, ол термит. Мен қарындашымды таба алмай отырған едім, сонда ол оны жеп қойды ма, түсінбедім. Мұнда оның сэндвич жеп жатқаны ғана көрінеді. Сонда оның мұрты қайда тұр? Ол мені көргенде оларды мысық маскасының астына жасырды. Дәлел жоқ. Дәл солай. Шип менімен келсет. Сендерге дәлел керек пе? Иә. Мен оның орындығына желім жағып қоюды ұсынам. Ол тұрғанда маскасы түсіп қалады. Бұл жерде термит ашылады. Оған айтшы, Шип. Бұл өте күлкілі болады деп айтшы. Байқап көрейік. Мен орындыққа желім жағам. Не істеп жатырсың? Тоқаш, сен мұғалімді бақылап тұр. Ал сен Шмяк, кәрі масақтан. Дәлірек айтсақ, термиттің назарын аудар. Шмяк, тоқта. Сендер Тырнақ мырзаға бұлай жасай алмайсыңдар. Маған жерді құтқаруға ешкім кедергі болмайды. Тырнақ мырза. Мына жерде термиттер бар. Яғни тарақандар ана жақта. Қалай, тарақандар? Маған олардың қайда екенін көрсет. Қане? Ана жақта. Сен толық сенімдісің бе? Мен ештеңе көріп тұрған жоқпын. Ау, арқам. Иә, кәрлік қуаныш емес. Алда өзің шаш. Құдайым-ай. Егер ол термит болса, не істейміз? Сен бұған сенесің бе? Мұның бәрі көңіл көтеру үшін ғой. Қазір Тырнақ мырза шалбарын жыртады. Біз бұл Шмяктың ойлап тапқаны деп айтамыз. Ол бәлеге қалады. Енді жақсы. Жеткілікті. Құдайым-ай, апат. Томпақханам. Тырнақ мырза. Белім ауырып қалды, тұра алмаймын. Ана суретте. Мен әу бастан дұрыс айттым. Тырнақ мырза алып термит. Болды. Құтқарылыңдар, үлкен термит! Жүгірейік! Термит, көмектесіңдер! Термит, қашыңдар! Болыңдар, тезірек! Термит қайда? Болды, алып термит, тоқта. Ау!
Көмектесіңдер! Тырнақ мырзаны термиттеп тұр! Ана жерде алып термит бар! Мұнда не болып жатыр? Тырнақ мырза алып Сен не деп термит. тұрсың, а? Бұл бетперде, мен оны дәлелдеймін. Ой, Қалай батылың барып тұр? сонда құйрығы шынайы ма? Ақыл есің дұрыс па өзі? Ой. Кешір мен ірімшік. Сенікі дұрыс болып шықты. Мен кейде асыра сілтеп жіберем. Иә, бірақ сені мен ешқашан жалықпайсың. Сарапич мырза, шынымен термитке ұқсайды. Мен термитпін. Осындай нәрсені ойлап табуды айтса, ал шмяк. Иә, бұл марғау қиялға толы. Менің кетуім керек, Тырнақ мырза. Мен сізге жақында жаңа гүлдер әкелем. Қандай жақсы. Сау болыңыз, Томпақ ханым. Шмяк! Шмяк, ірімшік және қарақшылар. Бүгін менімен балық аулауға барғың келмейтініне сенімсің бе? Жоқ, рахмет, ата. Мен ойын алаңында ойнайым. Көңіл көтер менің марғауым. Қане? Қане? Дайынсың ба, Шмяк? Дайынмын. Тұшы су матростарының туы Шмяк пен ірімшіктікі. Шмяк пен ірімшік екі филибист. Штурман ірімшік қазына аралына бет алды. Иә, капитан Шмяк, желкендерді көтеріңіз. Шағалалар, жер өте жақын. Барлық жеркендерге матростар. Қазына біздікі. Аяқтар борттан асып кетті. Тамаша. Бәліш құлағыңда тәк. Мұқитты асып өтеміз алға. Иә. Бұл қандай қиын. Әрине торда балық көп қой. Иә. Таңғаларлық, мұқит сардиналары. Және терең камамбер. Өз-өзіңмен сөйлесіп тұрсың ба, марғау? Сәлем, сендерге не керек? Жоқ. Жалғыз сенің ғана ішің пыспады. Сен мен қарақшылар ойнай аламыз. Иә, шынымен. Бәліш, кемеге отыршы қане. Иә, капитан. Эй, матрос, палубаны сүртіңіз. Сен кімсің өзі? Сен капитансың ба? Біз мұндамыз. Мен мұнда жауаптымын. Басқалармен футбол ойнауға бар. Шешім сенің қолыңда емес. Қайық барлығына арналған. Бәліш дұрыс айтады. Кейін ойнайық. Қалғың келеме? Жақсы. Бірақ мен капитан болам. Әйтпесе мен қарақшылық туымды басқа жерге апарам. Не? Сен капитансың ба? Иә, капитан қабылданды. Мен өз матростарыма қаңғыбас мысықтар сияқты қарамаймын. Матрос Бәліш, борттағы мылтықтарды тексеріңдер. Иә, капитан. Иә, мылтық дайын. Капитан мырза, қараңызшы. Ол жерде қазына бар сияқты. Қазына? Қайда? Қарақшыдан сақ болыңыз, капитан. Оған жақынырақ қараңыз. Қарықсатсын. Ой!
Ірімшік, сен тірісің бе? Жаман емес. Енді мен капитан боламын. Бұл ойын ғой. Бізде көтеріліс болды. Жарайды. Егер солай болса, мен өзім қарақшылар ойын ойнайым. Маған туды қайта. Ей, ол сендердік емес. Әлі көре жатармыз. Ятсыз теңізшілер. Менде бір ой бар. Саботаж жасайық. Бәліштің неден қорқатыны есіңде ме? Әрине есімде. Мылтық дайын, капитан. Көпірге сенгіңіз келе ме? Бұл кеме қамал емес. Бұл сөзсіз. Ой. Тышқан! Маған көмектесші. Кішкентай тышқаннан қорқасың ба не? Қайттан сол ма? Ой, жібер шашип, қайда бара жатырсың? Бар балыққа жем бер, қарақшы. Міне осылай, ой. Онда жол бар. Жарайсың, капитан. Ол қайда бара жатыр? Кешір, Шмяк, бірақ туымызды қалай қайтарамыз? Білмеймін. Қане, пас бер. Қабылдадым. Білем. Сен допта тығыласың, мен лақтырамын. Сен жалаушаны ұстайсың. Керемет, тадам. Тадам. Олы қорсарлар аман болсын. Балды теңізге барайық. Оңға ма, солға ма, капитан? Тікелей. Ол жақта не бар? Қаттырақ лақтар. Сыйлық үшін рахмет, теңізші. Апат. Бұл сыйлық емес, бұл сынақ. Сіз оны мұнараға лақтыра алмайсыз деп ойлайын. Бұл мен үшін түкке де тұрмайды. Бум! Бізде бейбақпен туылған жоқпыз. Ой. Ана жақта тышқан. Жоқ, бәрі жақсы, капитан. Ол енді қалай түседі? Кішкентай тышқан ұсталдың ба? Ірімшік! Ой, бізге тез арада туды қайтару керек. Апат деп осын айт. Ата! Не болды? Қарашы, ол жерде қарақшылар туы бар. Түсіндім, капитан. Кішкене көбірек. Алдыға қарай жүр. Тырысып жатырмын. Ірімшік. Ірімшік? Бір көзді ірімшік қарақшылық атау. Бір көзді ірімшік бұйрықты орындауға дайын, капитан Шмяк. Туымызды қайтарып алған соң, біз қарақшылар ойнаймыз. Ал бұл екі ақмақ енді бізге араласпайды. Шип пен бәлішті айтып тұрсың ба? Теңізші жақындап қалдық. Біз тыныш ойнай алмайтын болдық қой. Бірақ біз өз кемемізді ешқашан тастамаймыз. Дәл солай.
Жауынгерлік ескерту. Шабуыл! Бортта, қане! Мә саған, Мә саған! мә саған. Міне саған қазір көрсетем. Міне саған! Иә, тұшы су теңізшілері. Міне саған. Міне осылай. Абайла, капитан! Рахмет, бір көзді ірімшік. Теңізшілер суға батып жатыр. Көмектесіңдер. Тезірек бізге кел. Жоқ. Ой. Ой. Жақсы шайқасты матростар. Өтінен бортқа шығыңдар. Бірге ойнау әлде қайда қызықты. Ешбір капитансыз жалғастыруды сынамын. Алақай! Жарайсың, капи. Ой, шмяк. Алақай! Қазынамен бөлсетін кез келді. Келіңдер, теңізшілер. Мяу, рахмет, матрос шмяк. Пуфата балық аулауда сәттілік тілеймін. Сәлем, теңізшілер! Бір көзді ірімшік қызық. Ням-ням. Қорқыныш! Мяу. Тамақ жетін уақыт келді. Жоқ! Не болды? Шабуыл? Монстрдың шабуылы? Ірімшік ұрылары? Иә, ештеңе емес, ұйықтай бер. Иә. Мен қорқынышты түс көрдім. Маған айтасың ба? Сен қорқасың ба? Мен сенің көңіл күйіңді қалай көтеру керектігін білем. Жоқ, бұл қажет емес. Таңғы асқа сардина сэндвичін жегілерін келе ме? Ням. Жоқ, бұл мен үшін емес. Мен мұндамын. Бір минут дедір. Ей, шмяк! Ақырым балам. Шмяк! Сәлем! Мысықтар ежелден аң аулайды. Бұл біздің бабамыз Ксенос Милус сері акулалардың тісіндей өткір болған. Иә, шмяк? Ал егер мысық аңшы болғысы келмесе, аңшы болуы керек пе? Қалай ойлайсыз, біздің тырнақтарымыз фортепиано ойнауға арналған ба? Шиттің айтқысы келгені, мысықтарға аулау бұл біздің табиғатымызға тән әрекет. Түсінесің бе? Түсінесің бе? Мен бұл иісті жақсы көрем. Сардинаның иісі ме? Иә, үйдің. Фу. Кити, сен осындай иіс жасай аласың ба? Әрине, шмяк. Ерлерге арналған парфюмерия үшін тунец хош иісін тамызайық. Қане қой. Сен не істеп жатырсың? Фу, бұлай болмайды, шмяк. Сен бәрін қорқытасың. Дәл қажет нәрсе. Айтшы, шмяк, бүгін неге мені үйге тастап кеттің? Фу, қандай иіс. Жаңа парфюмым.
Iya? Ой, қандай жиркенішті. Дереу тоқтат. Шірген балықтың исі қайдан шығады? Шмяктың жаңа парфюмі. Жиркенішті. Шмяк барып суға түс, бұл иіс шыдамсыз. Шмяк, сөйлесейікші. Шын мәнде менің қолым бос емес еді. Өтінем, бұл маңызды. Тыңдап тұрмын? Әрине, ірімшік саған қоңырау шалуда. Алло? Ірімшік, бұл әкен ғой. Бір түрлі сөйлеп тұрсыз, бәрі жақсы ма? Ай, шаңғырып кетті, апчи. Сау болыңыз. Рахмет, мен қоңырау шалып тұрған себебім, саған үйге қайтатын уақыт келді. Бірдеңе болды ма? Иә, сен Шмяк пен оның отбасына көп уақытты бөлдің ғой. Түсінбедім, бұл жақсы ғой. Мүлдем, олай емес. Иә, жоқ, иә, жоқ, және жоқ. Шмяк, бұл сен бе? Менен құтылғың кеп тұр ма? Ой, айтшы неге? Мойында, мен сенің ең жақын досыңмын. Жоқ! Біз енді дос емеспіз. Бұл дұрыс емес. Жарайды, менің бұл жерде басқа шаруам жоқ. Ірімшік, Барш және Томпақ қайда екен, сен оларды көрмедің бе? Ірімшікті саябақтан көрдік. Ол енді бізге қайтып келмейді. Ол бізге дүңгіршекке түнейтінін айтты. Ал ертең үйіне ата-анасына қайтады екен. Кеткеніне қуаныштымын. Шмяк, не болды? Өйткені ол үйде қалса, біз оны бір күні жеп қоямыз. Неліктен бір-бірімізді жеуіміз керек? Біз мысықпыз, ал ірімшік тышқан. Бізде тырнақтар, тістер, табандар бар. Бәрі шабуыл үшін. Біз ежелден аңшы болғанбыз. Ірімшік бұған қалай қарайды? Мен оған айтқан жоқпын, айта алмадым. Оған жай ғана біз енді дос емеспіз дедім. Бұл өте өкінішті. Дұрыс сөздерді табу әрдайым оңай емес. Мүмкін сен ірімшікке сезіміңді айтарсың. Жүр, тездетіп ұстап алайық. Назар аудар, оңға, алға, тамаша. О, жоқ. Алақай, Шмяк! Балалар, ұйықтайтын уақыт келді. Ал мен ірімшік қайтып келеді деп ойладым. Менің хатым көмектеспеді. Ол ешқашан қайтып келмейді.
Шмяк! Ірімшік! Мен сені көрмейім деп қорықтым. Мен хатты оқыдым, бірақ келуге қорықтым. Саған маған қорқынышты түсің туралы айтуың керек еді. Менің қорқатын ештеңем жоқ. Сен мені ренжітпейтініңді білем. Мынаны қарашы. Бұл менің түскәсім. Жібер оны, тоқта, ол менікі. Ол сөмкеден секіріп түсті. Шип тышқанды жібер, ол сенікі емес. Жарайды, Марғау. Нағыз мысық екеніңді дәлелде. Міне Шмяк, ол жаны жіберіп алдық. Сен шынымен құнсыз аңшысың. Тоқта, Шип. Мен Шмякқа оны табуға көмектесем. Мен кім барад? Мен Сен сенімен оны жіберіп барам. алдың ба, Марғау? Ол енді сенікі емес. Кім тапса соған тиесілі Ол болады. қайда? Көрінбейді. Ірімшік, сен осындасың ба? Олар мені міндетті түрде табады. Менің айтқанымнан қорықпа. Бірақ мен сені жеймін. Міне ол! Алақай! Қане же оны, же оны! Ням-ням! Қандай дәмді! Миссис Томпақ айтқандай, біз бәріміз аңшылармыз. Енді мен. Қалайсың? Ал сен мені жеймін деп қалай ойладың? Сен мені кешіресің деп үміттенем. Есіңде ме? Мен сені Рокфордың үлкен кесінді түрінде көрдім деп айттым. Не? Мен қарсы тұра алмадым. Мені ірімшік деп ойладың ба? Иә.